Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментіне қарасты түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатқан 260 адам рақымшылыққа ілінеді. Соның 89-ы түрмеден босатылса, 171-інің жазасын өтеу мерзімі қысқартылады. Рақымшылыққа ілінгендердің қатарында 27 жастағы Анастасия Попова да бар. Әріптесім Майгүл Сейілбек жазасын өтеушіге қатысты сот отырысына қатысты. Первым делом что сделаете, когда отсюда выйдете? Маму обниму. Соскучилась я. Анастасия Попова Ақмола облысының тумасы. Ол 2020 жылдың наурыз айында Степногор қалалық сотының үкімімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабы бойынша 2 жыл және 2 айға бас бостандығынан айырылды. Жазасын Петропавлдағы Е164-те 6 түзету мекемесінде өтеді. Мұнда болған 6 ай ішінде ол тігінші шаштараз мамандықтарын игеріп алды. Тәртібі де жақсы болғандықтан Настя Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жарияланған рақымшылыққа ілінді. 2021 жылдың 7 желтоқсанында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына қарсы рақымшылық туралы заңы қабылданды. Осы ретте түзету мекемелерінде жазасын өтеуге 1 жылға жуық уақыт қалған және тәртіптері жақсы сотталғандар рақымшылыққа ілінеді. Анастасия Попованың ісі қайта қаралып, жазаны одан әрі өтеуден босатылсын деген үкім шығарылды. Енді Анастасия сот отырысынан кейін құжаттарын ретке келтіріп, тиісті рәсімдерден өткен соң Степногор қаласына туған үйіне жол тартады. Келіншектің сөзінше, аяғын шалыс басқан оған колония қабырғасында өткен жарты жыл өмірлік сабақ болды. Енді отбасын құрып, ана атанғысы келеді. Здесь я работала. Түрмеде уақыт тоқтап қалғандай, бірақ соған қарамастан әр сағатымда пайдамен өткізуге тырыстым. Кітап оқып жаңа іс үйрендім. Енді бұның барлығы болашақта маған қажет болады деп үміттенемін. Бұл жерден шығып, бірден үйге анама барамын. Ол мені асыға күтіп отыр. Шынымды айтсам, түрмеден шыққаныма әлі де сенер алар емеспін, бірақ сонда да қатты қуаныштымын. Жалпы рақымшылыққа ардагерлер, кәмелетке толмағандар, егде жастағылар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, қоғамға қауіп төндірмейтін адамдар ілінеді. Облыстан бұл тізімге 260 адам еніп отыр. Под амнистию у нас попадает 89 человек. Рақымшылыққа ілінген 260 адамның 89-ы бостандыққа шығады. Қазіргі таңда 77 істі сот қарады. Соның 64-інде сотталғандар босатылды. Мұнымен қоса 171 азаматтың жазасын өтеу мерзімі қысқартылады. Қазіргі таңда ел аумағында 64 түрме мен 16 тергеу изоляторы бар. Онда 34 мыңға жуық азамат жазасын өтеуде. Соның 3 мыңға жуығы рақымшылыққа ілінді. Майгүл Сейілбек, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.